Асуна-сан. Суйне? Юки не істеп жатыр? Ол 3 күн бойы тіпті жүйеге кірген жоқ. Содан бері біз де оған жете алмай жатырмыз. Асуа-сан, менімше Юки-сан сенімен кездескісі келмейді. Өзі қалағандықтан емес, сен үшін. Неге? Жоқ, мен түсіндім. Сендер барлығың менен қашуға тырысқансыңдар. Егер мен саған кедергі болсам, мен шетке кетемін. Бірақ, егер бұл мен үшін десең, мен оны қабылдай алмаймын. Кедергі? Сен мен кездескенімізге біз шын мәнінде қуаныштымыз. Барлығы саған байланысты. Сол арқылы біз осы әлемді жаңа керемет естеліктер жасай алдық. Менімше, Юки де солай сезінеді. Бірақ, өтінемін. Бізді ұмыт. Бұл шын мәнінде қоштасу ма? Гильдия тарағанымен біз мәңгі дос болып қаламыз деп ойлағанмын. Бірақ тек қана мен солай ойлаған секілдімін. Кешірші. Тоқта! Сендерге де. Ақыры табылды. Сол жіберген хабарыңды айтып бер. Листаннан естідім. Сен гильдияға кіргенсің деп. Ей, қалай сонда? Ол ма? Ой, кешіріңдер, күте тұрыңдаршы. Юй, қалай көрінеді? Мені көре аласың ба? Көзім азап көрмейді, папа. Мүмкін автофокус дұрыс істемей жатыр. Бір сәт. Жарайды, әке. Ей! Сен шынымен Зекені көргің келе ме? Иә. Сені көргенім дұрыс деп айттым ғой, солай емес пе? Соған қарамастан... Иә. Соған қарамастан мен Юкиді көргім келеді. Және онымен сөйлескім келеді. Мұны істеуім керек. Жарайды. Мына жерге барасың, оны көріп алу мүмкіндігі бар.
Бұл тек мүмкіншілік қана. Сен мұны қайдан білесің? Бұл Жапонияда. Медикубойт клиникалық сынақ жүргізіп жатқан жалғыз орын. Медикубойт па? Кімге келдіңіз? Бірақ ол адамның атын білмеймін. Ол қалай болады екен? Менімше шамамен 15 жастағы қыз. Аты мүмкін Юки болар. Бұл жеткіліксіз. Менімше олар сендер сынап жатқан медикубойтты пайдаланып жатыр. Кешіріңіз, бірақ атыңыз кім? Мен Юки Асуна. Андағы орындықта отырып, мені 5 минут күтіңіз. Жарайды. Кешіріңіз, көп күтіп қалдыңыз ба? Ештеңе етпейді. Сен Юки Асуна-сансың ба? Менің атым Курахаши. Мен Коно Юки-санның дәрігерімін. Конно-сан. Осы жерден табылғаныңызға рахмет. Юки-сан айтқан еді. Асуна-сан деп аталатын адам оны көруге келуі мүмкін деп. Шын ба? Бірақ ол саған аурухана туралы айтпа деп айтты. Бұл жерді таппайтын шығарсыз деп ойлағам. Бірақ қателескен сияқтымын. Алдыңғы тіркеудегі адам маған қоңырау шалғанда қатты таң қалдым. Сонда Юки-сан мен туралы айтты ма? Әрине, ол тек сен туралы сөйлейді. Бірақ сен еске түсірген сайын үнемі аңырап жылайды. Өз денсаулығы жайлы ешқашан шағым айтқан емес. Сені көргісі келетінін айтты, бірақ көре алған жоқ. Виртуалды әлемде қоштасқаннан кейін Юки-сан мен оның достары да маған солай деді. Неге? Неге мен оны көре алмаймын? Бәлкім, медикубойт туралы айтып бастауым керек шығар. Жарайды. Медикубойт дегеніміз қазіргі кезде үкімет тарапынан дамытылып жатқан жүйе. Әлемдегі алғашқы виртуалды жүйенің кодтық атауы. Толық медициналық виртуалды жүйе ме? Иә, дәл солай. Көру немесе есту қиындықтары бар адамдар үшін. Сол машина шын мәнінде құтқару құрылғысы. Өйткені Ами София дыбысты және бейнені тікелей миға тасымалдайды. Бұл тек тасымалдау ғана емес. Ами София сондай-ақ сезімдерді басатын күшке ие. Мойынға электромагнитті импульсті жіберу арқылы нервті уақытша парализациялауға болады. Бұл жалпы анестезия сияқты жұмыс істейді. Бірақ бұл мүмкін емес қой. Хемісіп арқылы сезімдермен өздері әрекет ету деңгейі өте төмен деңгейге жеткен. Сен дұрыс айтасың. Хирургиялық немесе ауруларды да ауруды жоя алмайды. Мен бұны білдім. Демек медикубойт электромагниттің импульстің қуатын арттырады. Сол арқылы мидың бағанасы қамтуға болады. Егер бұл іске қосылса, медицина мәңгіге өзгереді. Және медикубойттың мүмкіндіктерімен. Оны камерамен біріктіріп, ар бейнені нақты уақыт режимінде өңдеуге болады. Бұл расында да армандағы машина секілді екен. Иә, шынында армандағы машина. Бірақ ол негізгі ауруды емдемейді. Ең көп әсер етуге үміттелетін жері соңғы кездегі күтім. Сол кезеңдегі күтім? Жазылатын ауруларды емдеу. Соңғы? Егер сіз қаласаңыз, мен сізге бәрін айтып бере аламын. Бірақ сен оны керек емес деп ойлауың да мүмкін. Жоқ. Жалғастырыңыз. Өтінемін. Сол үшін мен осында келдім. Юки 2011 жылдың мамырында дүниеге келген болатын.
туылғаны қиын болды. Анасына кесар жасау операциясы жасалды. Сол кезде қан берілген болатын. Бірақ өкінішке орай, ол қан вируспен зақымдалған еді. Вирусы қыркүйек айында анықталды. Анасы қан құюдан кейін тест тапсырған кезде, бірақ сол кезде оның барлық отбасы міне солай болған жағдай. Осы шынайнаның артында таза ауа бар, сондықтан кіре алмайсың. Түсінесің деп ойлаймын. Юки. Дәрігер, о немен ауырады? Иммундық жетіспеушілік синдромы. Айтов. Айтов адамдар ойлағандай қорқынышты ауру емес. Егер анықтаған жағдайда белгілерді кешіктіре аласың, ұзақ уақыт бойы. Бірақ оған шыққан вирус дәріге төзімді вариант. Юки күннің анасы балалардың болашағы үшін үмітін үзген еді. Және өз-өзіне қол жұмсамақта болды. Бірақ ол аурумен күресуді жалғастыруға шешім қабылдады. Күресуді жалғастыру үшін. Иә, туғаннан кейін көп ұзамай Юки-кунға көп дәрілік терапия берілді. Жас балаға дәрілерді тұрақты уақыт аралығында қабылдау қиын. Жаман әсерлері де бар. Сонымен қатар оған ксенофия да әсер етті деп естідім. Бірақ Юки-кун мен оның отбасы оның сауығып кететініне сенген болатын. 3-ші класста оның иммундық жүйесі кенеттен құлдырады. Жетіс белгілері басталып, оны осында келген болатын. Соған қарамастан ол әрдайым күлімсіреп жүретін. Дәрігер, неге ол медокубоидты пайдалануды шешті? 2021 жылы қаңтар оқиғасының тұсында. Бірінші медокубоид прототипі дайын болды. Бірақ сынақтар өткізгіміз келгенімен, электромагниттің импульстарының ұзақ мерзімін ешкім білмейтін. Және олар нерв күрейтінен бірнеше есе күштеді. Қауіпке дайын науқасты таба алмадық. Мен бұл туралы естігенде, Юки мен оның ата-анасына ұсыныс жасадым. Егер ол құрылғыны сынауға келіссе, оны таза бөлімге орналасуына болар еді. Сол арқылы инфекция қауіпті біршама басатын еді. Қазірде бұл дұрыс шешім болды ма, әлі білмеймін. Юки мен оның ата-анасы көп ойланды. Бірақ виртуалды әлемге деген құмарлығы шешуші фактор болған шығар. Ол сынаққа қатысуға келісті. Және осы бөлмеге кірді. Содан бері медокубоидте өмір сүріп келеді. Сен дейсің бе? Дәл солай. Ол дерлік шынайы әлемге қайта оралмайды. Қазір ол пайдаланып жатыр. Медокубоидтағы ауруды азайту үшін. Яғни, ол тәулік бойы виртуалды әлемде ме? Иә, ол әрдайым осыны жасап келді. 3 жыл бойы. Юки, 3 жыл бойы сонда болдың ба? フルダイブ環境そのものの申し子、そんな気がしたんだ。Рахмет. Маған Юкиді көрсетуге рұқсат еткеніңізге. Юки мұнда қауіпсіз ғой, иә? Таза бөлме болса да, оның денесінен бактерия мен вирустарды толықтай алып тастай алмаймыз. Онда? Юкидің жағдайы соңғы кезде. Неліктен ол жоғалып кетуді қалайтынын түсінетін шығарсың. Жоқ, мұндай болмауы керек.
Ал, дәрігер, Юкидің қарындасы бар ма? Иә, дұрыс. Ол егіз болған. Шатаспасам, егізінің аты Айко-сан. Юки-кун ашық әрі көңілді бала еді. Және әрдайым күлімдеп оны бақылап отыратын. Есіме түсірсем, біртүрлі сенікіне ұқсас болуы да мүмкін. Ұқсас болуы мүмкін бе? 2 жыл бұрын ата-анасы қайтыс болды. Ал қарындасы болса 1 жыл бұрын. Юки. Юки. Жыламасana. Юки, сен барсың ба? Иә, экран арқылы болса да, мен сені көріп тұрмын, Асуна. Мәссаған, сен шынымен де басқа жақтағыдай көрінесің. Келгеніңе рахмет. Юки, мен... Дәрігер, оны көрші бөлмеге отырғызуға рұқсат етіңізші. Жарайды. Әрдайым сөйлесетін атмосфера келесі бөлімде. Жарайды. Алло, қосымшалар тізімінде тұр. Кіруге кіргенде бірінші кездескен жерімізге барайық. Юки, мені күт. Мен сенімен жолығамын. Осы уақыт бойы барлығын менен жасырып келгеніңде. Юки. Неге екенін білмеймін. Бірақ мен сенің мені шынайы әлемде табасың деп сезіндім. Бірақ мен саған ештеңе айтпағандықтан бұл мүмкін емес екенін білдім. Бірақ сен келдің. Менің сезімдерімнің орындалуы сирек болады. Мен бақыттымын, шын бақыттымын. Сенің исің мен ағам ұстағанда сезетін иске ұқсайды. Сенен күн сияқты ис шығады. Айко-сан ба? Сенің қарындасың да виртуалды ойын ойнайтын беді. Ол ұйықтап тұрған итсарлар гильдиясының бірінші лидері болды. Ол менен әлде қайда күшті болды. Ол Сюне және басқаларымен виртуалды хоспис, яғни Селена бағатты жерде кездесті. Басында біз 9 болдық. Бірақ менің қарындасым Клобис пен Мерида үшеуі қазір жоқ. Сондықтан келесі адамның уақыты келгенде гильдияны таратуға шешім қабылдадық. Асуна, шындықты айтпауым үшін кешірші. Ұйықтап тұрған итсарлар гильдиясының көктемде тарауының себебі біз ойынды ойнай алмаймыз деп емес. Екі мүшемізге 3 айдан көп өмірлері қалмағанын айтылды. Максимум. Сондықтан біз осы керемет әлемнен соңғы естеліктерді қалдырғымыз келді. Біз үлкен ескерткішке біздің мұнда болғанымыздың дәлелін қалдырғымыз келді. Біз ағам мен басқаларға мақтануға болатын керемет оқиға жасағымыз келді. Бірақ бәрі ойдағыдай болмады. Сондықтан бізге көмектесетін бір адамды іздеуге бел будық. Бірақ біз саған қиындық тудырдық. Және бұл саған жағымсыз екенін білемін. Кешірші. Кешір, Асуна.
Сен бізді ұмытуға әлі уақыт бар. Бұлай жасай алмаймын. Сендер мен кездескеніме және көмектесе алғаныма шынымен бақыттымын. Менің әлі де ұйықтап тұрған рицелар құрамында болғым келеді. Иә, мен осы әлемге келіп, сенімен кездесе алғаныма шын бақыттымын. Сенің айтқаның маған жеткілікті, сол жеткілікті. Мен бәрімен қанағаттандым. Әлі де жасағым келген заттар көп еді ғой. Бұл әлемде әлі көрмеген барлық орындар бар деп санаймын. Барлығын бірге көреміз. Олар шексіз. Сондықтан жеткілікті деп айтпа, жарай ма? Соңғы 3 жылда біз әртүрлі әлемдерде түрлі шытырман оқиғалар жасадық. Мен соңғы бетті сенімен бірге жасаған шытырман оқиға еткім келеді. Бірақ сенде істегің келетін нәрселер көп қой. Көргің келетін орындар бар, иә? Дұрыс айтасың. Мен мектепке барғым келеді. Мектеп? Кешірші, мүмкін емес екенін білемін. Сенімен осылай кезіккеніме қуаныштымын. Бірақ мен шынымен қанағаттандым. Сен барып көруің мүмкін. Сен мектепке бара аласың.次回夢の始まり